Әлемде 7 миллиард адам өмір сүреді. Және сол адамдардың барлығы әртүрлі болып келеді. Барлығы бұл өмірде қателік жасайды, жақсылықтар жасайды, дамиды, өзгереді, кешіреді, жылайды. Бірінде жол ашық болып жатады, ал бірінде жолы болмай жатады. Барлығымыз адам болған соң қателіктер жасап жатамыз. Ал сіздер өмірінде қателеспеген, жыламаған, ашуланбаған, сабақты жақсы оқыған, ешқашанда ұтылмаған, красавчик или красавица адам бар екендігін білесіздер ме? Білмесеңіздер, онда таныс болыңыздар. Ол жұрттың баласы. Әрине, ондай адам бар деп ойламаймын. Бірақ сонда да сол жұрттың баласы шын болып шығатын болса, мен қуана онымен жолығып бақыр сұрар едім ше. Менде ең маңызды сұрақ: біз неге осы өмірде барлығын өзіміз қалайтындай қылып өмір сүре алмаймыз? Күндердің бір күнінде хотя бы бір күнге болсын барлығы керісінше болып кетсе екен деп армандаймын. Ата-анамыз әбетке дейін ұйықтаңдар деп, сабаққа барғымыз келмегенде бармай қойсақ, соткамен компьютерді қалағанымызша ойнасақ. Арман жоқ қой шіркін. Бірақ ондай болмайтын да шығар. Ол тек параллельный әлемде ғана бар болу керек. Ей қыз, тұр дедім мен саған ұйқыңнан. Маубас. Мам, сабаққа бармай қойшы бүгін, плиз. Мамаң жынды ма не дейді? Тұр кәнекей. Жұрттың қыздар болса өз таңғасын ішіп, ертерек тұрып, сабағына кетер. Тұр кәнекей. Тұр бол енді жата бермей. Рина, тұрсайшы, аты сенде мама айтқан сияқты. Бұл менің інім Айсұлтан, маманың почтальон печтині. Бірдеңке болса болып мамаға айтып бере береді. Жаман әдеті көп. Не мама айтқан сияқты? Жұрттың баласы сияқты болмай қаласың. Кеш бар, мама! Тұрасың ба деген тұрмайсың ба? Мен мама бардым. Баспаймын. Келе жатыр ма ана қыз? Мам. Қайсы, мам? Муфтина, таңғасыңды телефоннан өлдің бе? Мам, қазір. Бұл менің сіңілім Мұхтина. Телефоннан шықпайды. Маманың айтуы бойынша ол маманың ішінде де телефон шұқылап жатқан көрінеді. Міне сенбесеңіздер. Мам, привет, қалайсыз? Мам, айтпақшы мен бүгін баскетболға бармай қойыншы өтініш. Ал бұл Арман. Ол баскетболист болғысы келеді, бірақ тренировкаға вообще бармайды. Жұрттың балалар денсаулығына қарап, пайдалы тамақтар мен жидектер жесе, ал бұл наоборот, фастфуд пен майлы тамақтар жейді да жүреді. Арман, сен қызықсың бар ғой ше. Баскетболист боламын дейсің де, бірақ вообще әлі бармағансың да тренировкаға. Жазылғаннан 4 ай болды ғой. Сен, мам, қашаннан бері сен деп сөйлейтін болғансың? Сіз деп сөйле. Кетші бар. Мен сен қазір ше? Бәй, тұрып қалыңдар кәнекей. Не болды сендерге? Мен тұр деп тұрған жоқсыңдар ғой. Жоқ, әлде бір-бірлеріне сыйластықтарың қайда? Жұрттың балалары сияқты. Аға, іні болып бір-біріңе тәлім тәрбие бермейсіңдер. Ал мынау болса маубас, өмір ұйқысы қанбайды. Мынау телефоннан басын көтермейді. Сен ше сабағыңды уақытында орындамайсың. Сен спортпен айналсам дейсің де тренировкаңа да бармайсың. Және оған қоса жейтінің кола мен чипсы. Кім, мен ба? Ладно, мен кеттім жұмысқа. Барлықтарың баратын жерлеріне барыңдар. Егер де мен тыңдамай осылай жүретін болсаңдар, төртеуіңді де гол әпкелеріне апарып тастаймын. Рина, балаларға бас көз бол, және де сабақтан келгеннен кейін үйде жинастырыңдар. Рина, айтқандай бүгін сен сабаққа барасың ба? Білмеймін, айчу. Бүгін менде Free Fire'дан жарысым бар еді, үйде ойнап қалуым керек. Болыпты, жарайды. Рина, менің температурам көтеріліп тұр. Мен апайым айта салшы сабаққа бармайды деп. Болыпты, сен де қалсаң қала берші. Мен болса, мамаға бәрін айтып берем. Мен болса сенің мамаға чипсы мен кока-кола ішіп жүргенді айтып берем. Мен дастарханды жинастыра берейін, Сразу келісіп алайық. Типа мама звондаса, біз кетіп қалдық. Потом мен сенің лайфхак. Формаларын киіп жатыңдаршы. Случайно мамам келіп қалса, потом Айсұлтан үйдің бәрін жинап шығашы. Неге именно мен? Потому что сен үйдің кішкентайсың. Давай. Короче, давайте мен ұйықтаймын. Айбай, басым. Кеттім мен, айбай, температура. Так, достар, сендер қазір қарапайым әлемнің оқиғасын естідіңдер. Ал біздің әлем ше? Или біздің әлем қызық емес па?
Ал тыңдаңыздар. Біздің әлем осы планетаның көшірмесі. Ол жерде барлығы керісінше. Біздің әлемде де жұрттың балалары деген сөз бар. Менің есімім Тимур болады. Менің жаман әдетім бар. Біздегі жұрттың балалары адам сияқты сабаққа кешке обедтен кейін баратын болса, ал мен жұрттың балаларына ұқсас емес әдеттерім бар. Ол ғана десеңіздер, ол былай. Тұрыңдар. Сағат таңғы 7 болды. Тимур, не істеп жүрсің таң атпай? Сіздер оят жатырыңдар? Балам, сағат 3 болған жоқ түске. Неге ерте тұрып аласың елдің бәрін азанмен оятып? Баба, таңертең тұрған пайдалы емес па? Неге барып сәт болуымыз керек? Шат, Тимур. Папа айттым сізге, кітап алып бермеңіз деп. Ани, соның арқасында ақылды болып барады. Бұл Индира. Ол менің әпкем. Біздің үйдің тупойы. Өзінше тупой болады да жүреді. Тупой бола бермеш, бақылма. Зато мен сен сияқты ақылды емеспін ғой. Жарайды. Менің кінәм бар. Ақыры ояндық. Жанеге тұрыңдар. Тамақтанамыз. Ал балалар тамақтардың ішінде. Индира, Жанелі қайда? Білмеймін, сол ұйықтап жатқан шығар. Вот, молодец. Болашағы бар қыз Жанелдің. Ұйықтай берсін. Ел жұрттың қыздары сияқты сағат таңғы 8 ұйықтаған шығар. Біздің Тимур ұқсап түнгі 10-да ұйықтамай. Қалайсыздар? Ерте тұрдың ба? Ерте тұрған дұрыс деп ойлаймын. Оның үстіне бүгін бір жерге баратын едім. Бұл Жанелі, бұл менің сестренкам. Оның жаман әдеті бар. Ол түні бойы ұйықтап шығады да, ал таңертең кішкентайларға тыйым салған кітапханаға барады. Ол жер? Папа, мен магазиннен келдім. Көзбен не бар екен? Даниял, неге осындар маған сіз деп сөйлейсіңдер? Пап, мен саған сен деп сөйлеймін ғой. Бұдан былай маған сіз деп сөйлеуші болмаңдар. Осы ел жұрттың балалары сен деп сөйлейді әкелеріне. Сөз қайтарса, қарсы шығады әкелеріне. Сендер де бұдан былай маған қарсы шығыңдар. Бұдан былай сен деп сөйлеңдер. Бұл деген неуважительно. Ұқтыңдар ма? Кәне әкелдім көрейік. Бұл Даниял, ол менің інім. Оның да жаман әдеті бар. Жұрттың балалары сияқты жақсы заттарды ішпейді, жемейді. Керісінше спортпен айналысады. Еще пападан қорықпай, қалайша адамдарға пайдалы емес заттарды магазин алып келеді өзі. Нан. Мынау денсаулыққа пайдалы зат. Алкоголь. Не мынау? Папа, бұны мен алған жоқпын. Біреу салып жүрген шығар, мен білесіз қандай зат жеймін. Мен сендерге қанша айтам? Фрукты жеп кішкентай балаларға зиян деп. Соны айтам. Саған не жоқ кішкентай бала фрукты жеп. Неге осы ел жұрттың балалары сол алкоголь ішіп, кәлен шекпейсіңдер? Бұдан былай бұны көрмейтін болайын. Мә, құрт көзіңді. Бүгін тағы жұмысқа ерте баратын болдым. Бастықтан ұят болып кетті уже. Не бетін айтам бастыққа? Менің бір арманым бар. Күндерім бір күнінде, хотя бір күнге болсын, барлығы керісінше болып кетсе екенді армандаймын. Папамыз таң азанмен тұрыңдар, зиянды спортпен айналысыңдар, зиянды тамақтар мен сусындар ішіңдер, жеңдер десе, ол болмайтын да шығар. Бұнда тек параллельный әлемде ғана бар шығар. Ашыңдаршы біреуі. Ашып келем. Жоқ, ашпа. Бандит біті біреу жүрсе. Ой, Мұхтина! Ай, есті өзім ашайын деп едім. Рина, кешірші. Қазір. Рина, сәлем. Дема кейін сөйлесейікші. Рина, мынау саған. Рахмет. Еще бүгін мен сенің сабақтарыңды қалатынымды біліп, саған справка келдім. Рахмет. Рина, мен саған бірдеңе айтуым қажет. Мен сен
жақсы көрем. Бопты. Кейінірек келем. Ау! А? Ау деймін, біреу мені шақырды ма? Осы Ринаға не жағады? Подарка әперсен ме жақпайды, ананы сүрсен ме жақпайды, өмір бірдеңе жақпайды. Сіз қаяқтан шықтыңыз? Burada мына жақта жол жоқ сияқты еді ғой? Кәдімгі мына жолдан шықтым да. Так, бұл қай планета? Қанеке суретке түсіп алайыншы. Қане, сен де суретке түсіп алайыншы. Тоқтаңызшы, сіз өзі адамсыз ба? Тағы да менде бір сұрақ бар. Неге түсіріп жатсыз? Әрине, адамға ұқсамай тұрмын ба не? Так, бұл планетада ақшамен келісуге болады ғой, иә? Бірақ бұл планетаның заңына сәйкес келмейді. Сонда да мә, ұсташы. Сен мені көрген жоқсың, және танымайсың. Тоқтаңызшы. Не бала? Алла жүрді мені. Әйтпесе. Мақұл. Тоқташы. Сіздің ақшаңыз. Жарайды, Линаға құртасың. Қақтанау? Опачки. Менде видео бар ғой. Ол видеоны Ринаға көрсетсем, ол маған точно назар аударады. Кеттім. Тұрыңдар, балалар. Алло, Гулапке. Қалайсыздар? Балаларды ма? Иә, қазір апарамын. Мамам, немен бара жатырмын? Балалар, сендер мені алдап жүргендеріңе байланысты. Және тәрбиелерің бұзылып бара жатқандығы үшін сендерге жеке жетекші дайындап қойдым. Жұрттың баласы қалай өмір сүру керектігін үйрететін білікті маман иесі. Сонымен танысып қойыңдар. Жетекшілерің Сәске Учиха. Арина Родригес, танысып қойыңдар. Сендерді жеке жетектеп апарып әкеледі және де тәрбие береді. Менің жұмыстан қолым босамайтындығына байланысты сендердің тәлім тәрбиелерімен осы кісі айналысатын болады. Сәлем достар. Менің сіздермен уақытым керемет болады деген ойдамын. Иә, мен сіздерге қалай жұрттың баласы болу керегін үйрететін боламын. Сонда сен бізге не үйретесің? Біріншіден, мен сенің мына телефоныңды алып қоямын да. Кел. Оның орнына мына кітапты беремін. Зато менде екіншісі бар, ал соны ала бер. Ладно. Кел. Болды ма? Не бәлем, қанша телефон сенде? Короче, мам, мен мына чувакты тыңдамаймын. Ал оны мен сенен сұрамаймын. Дұрыс па, Айгүл ханым? Дұрыс. Даже менде мамам. Даже сенсе Айсұлтан балапан. Мамам мені шықпайды. Айсұлтан, сенің чипсімен қолашып жүрген біліп қойған шығар. Жоқ. Сенің тикток түсіріп жүргенің үшін. Оны бәрі түсіреді ғой. А еще сен пайдасы сериалдар мен киноларды көресің ғой. Рахмет, Мухтина, за бонус. Да не за что. Ал менші? Сен тренировкаға бармайсың, сол үшін походу. Иә, дәл өзі. Сені енді мен тренировкаға жеке апарып, жеке әкелетін боламын. Ал мен ше? Ал сіздің сабаққа бармай жүргеніңізді көрдім. Сол себептен сізді апарып, алып келетін боламын. Және де түнде ерте жататын боласыз. Ниче, 2-3 күн бізбен жүріп, үйіне қайтады ғой. Жоқ. Айгүл ханым мені сендердің кезекшілерің болуға 1 жылға жұмыс қалды. Ал Сәске Учиха, сіздің кезеңіз. Алдымен амандасып алайық, а? Так. Қалайсың? Жақсы. Сәлем. Сәлем. Жақсы. Қалайсың, ә? Керемет, өзің қалайсың? Жақсы оқып қалдым, жақсы.
қалайсың? Айбай, жақсымын. Даже маған да қарайсыз ба? Иә, себебі сен тикток түсірмейсің, пайдасыз тупойский сериалдар вообще көрмейсің. Ол деген жұрттың балдарының ісіне вообще келмейді. Сіз қайдан біліп қойдыңыз бап? Ал мен не істеп қойдым? Ранеля, сен адамдарға айтпай, өзіңді дамытумен айналса екенсің. Барлық адамдарға тыйым салынған кітаптарды оқиды екенсің. Ужас. Одан кейін сен бос уақытыңда телефон шұқылаудың орнына пайдалы видео көреді екенсің. Ол заңға қайшы нәрсе білесің ба? Так что мен сені дұрыс жолға салатын боламын. Так, сен? Мен айтпай қойыңыз. Мен магазин зиян заттар жеймін. Ішем, оны білем. О, дұрыс айтасың. Сен зиянды фруктылардың орнына алкоголь мен кальян шегу қажетсің. Вот сол дұрыс. А еще сен спортпен айналса дегенсің, ол өте зиян. Айтпақшы дейді. Андай жаңа веб шығыпты. Там зор дейді. Қане көрейік. Молодец, шексің. Айтпақшы. Сен атың кім еді? Тимур. Тимур. Так, Тимур, сенің опасный әдетің ол түнде ұйықтап қалу керек екен. Олай болмайды. А еще сен ответственный жігіт екенсің. Бұл сондай. Саған жауапкершілігі жоқ бала болу қажет. Сондықтан мен сендерді жұрттың балдарының қатарына қосуға келдім. Так что сендермен енді мен официально 1 жыл болатын боламын. Сонда бұны химиялық тұрғыда қараған кезде бұл химиялық құбылыс болып табылады. Яғни H2 қосылған мырыш тек химиялық реакциялар. Түсіндің бе? Айсұлтан, айтшы маған, осы сенің тиктоктарыңнан не пайда? Мысалы, тиктоктан біз популярный бола аламыз, ақша таба аламыз и пайдалы видеолар түсіре аламыз. Тфу, мен пайдалы видео түсіресің сен. Құршық. Шаршап кеттім, қайта шүйре. Ешқайда да қайтпайсың. Никаких сериалов и тиктоков. Бұдан былай сен тек қана кітап оқитын боласың. Жоқ. Так, мектептегім бар. Мен апай. Не үшін келесің сен сабаққа? Қачалы кешіп келсең болады ғой? Апай, просто ұмытып кете беремін. Басқа балдар жүр ғой, үнемі кешігіп. Сен ақ осы ерте келіп аласың. Апай, келесі сабақтан бастап кешіп келетін боламын да жұрттың балдары сияқты. Сәске ағай, сабаққа ерте келгеннің не зияны бар, кітап оқығанның не зияны бар. Неге мен басқалар сияқты болуым керек? Это традиция. Сен кітаптан миыңа керек емес информация аласың, білесің ба? Постоянно бітпейтін традиция. Менің бос уақытымды алмай. Өй, сен де бір кеші. Тоқта шығыш. Мен шаршадым мен. Неге? Ақша бересем спортсмен болып кетуге болмайды. Арман, ұста мынаны. Мен саған қазір спорт жайлы сұрақтар қоятын боламын. Айтшы маған, баскетболды немен ойнайды? Доппен ойнайды. Иә, ол доппен не істейді? Тебеді. Ол футбол тентек. Ол допты алады да сетканың ішіне салады. Мен түсіндім. Анау сеткада бармыз ба, асырып. Анау қарсыласын жеріне түсіру керек қой. Сен тентексің бе? Ол волейбол. Мен түсіндім. Оны бильярдтағыдай. Анау шұңқыларға түсіру керек қой, Арман, давай просто спортпен айналысайық. Ал, мына екі заттың қайсы пайдалы денсаулыққа? Конечно, болсын. Ақымақ. Бұл зиян. Вот, мына дұрыс. Бірақ та мына ішкен кезде өзімді рахат сезінемін да. Конечно, рахат сезінесің. Өйткені бұның ішінде витаминдер бар, білесің ба, витаминдер. Бұл сені өзіне тартады, жаман қатты тартады. Вот, мынау дұрыс. Ішінде свет бар. Ал спорттың не зияны бар? Ақымақ. Тыңда, спорт тек 21+ адамдарға арналған. Ал сен кішкентайсың. Жүр кеттік. Бұл кітап. Сен оны оқу қажетсің, және өзіңді дамыту қажетсің. Ал сенің мынау сотка компьютерлеріне не пайда? Ол арқылы мен уақытымды тиімді қылып, қызықты қылып өткізе аламын. Өмірде бәрі скучно ғой, адреналин жоқ дегендей. Скучно дейсің бе? Иә. Адреналин керек дейсің бе?
міне мына еске кірші. Неге? Кірсең кіре бер. Мама! Арина, ашсай есікті, мама! Скучно жеп қояды ғой. А вот менің өмірім скучно емес. Басымда без кредитім бар. Сонда мен тикток түсіру керекпін ба? Конечно. Не үшін түсіру керекпін? Бірақ ол ұнамайды да ғой. Ұнаса да ұнамаса да түсіру қажетсің. Ертең жұрттың балалары күледі ғой, отсталый заманы қалып кеткендер. Ладно, тупой болсам да қылмысын істейші ал. О, давай, кеттік, түсіреміз. 3, 2, 1, кеттік. Енді шарт бейді осылай. Фу, отвратительно. Не үшін мен олай істеу керек? Бір түрлі ғой. Сен мына көріп тұрған адамдардың уақытысын алып дұрыс тәрбие беру қажетсің. А сен болсаң мына жақта зиян зат істей алмай тұрсың. Давай, келе. Кеттік. Ладно. Кеттік, енді өлең айтамыз. Келесі. Неге? Мен өлең айта аламын ғой. Талант? Сен таланттысың ба? О, ұят, масқара ғой мынау, масқара. Бұл жерде фонограммамен айтасың, там аузың жыбырлап тұр. А сен болсаң өзіңнің талантын айтындап тұрсың. Жұрттың балалары сияқты болмайсың ба? Рина, қара, сен жұрттың балалары сияқты болу үшін, саған ровно онда ұйықта десе, сен ровно онда ұйықтауың керек. Ол қалай сонда? Телефон көріп па, немесе сериал көріп па ұйықтау керек қой? Жоқ. Қара, мен саған қазір бір совет айта тұрайын. Қазір 10-ға 10 секунд қалды. Қара, менің советімді тыңдап ал. Бірінші ұйықтар алып су ішіп ал. Ей, Арина ханым. Номер өкізіп тұр. Шлей пунктуален екен да. Мынаны қара, ұйықтамау үшін мына интернетке кіріп, полный видеоларды көріп чата берсей. Не қыласың, пайдалы нәрсе көріп, өзің өміріңнің уақытын өткізіп. Одан кейін папаң осы үшін Wi-Fi келген жоқ қой үйіне. Бірақ мен ұйықтағым келеді. Одан кейін ұмытпа, папаңның ақшасына машина ал өзіңе. Ағама өзің ақша таппай қой, зачем? Үйленген кезде папаңның атындағы үйдің наследствосын өзің атыңа жазылып ал. В общем, бір сөзбен мужик болсаң мужик. Бірақ неге мен өзім жұмыс істеп ақша тапсамшы? Тимур, зачем саған? В общем, өзім өмірім қостай. Мама, давай, удачи. Түнгі 4 болу ұйықтайықшы. Ұйықтама, ана қара. Я шашып кеттім ше ана Аринадан. Вообще ғой. Айтпа, дата ол өмір қызық емес дегеніме итке қаматып жіберді ғой. Ал менші. Баскетбол не, анау не деп, миымды шыртып жіберді. Рина! Уақытым жоқ дейма. Қыздар, жігіттер, қазір мен сендерге бірдеңе көрсетсем, точно сенбейсіңдер. Рас па? Я рас. Ол күннен сағат 5-те келеді да, 6-лардың шамасында осы кіріп кетеді. Осы бір арасына. Ол походу осы әлемнің адам емес ау. Давайте, бізде кіріп көреміз да. Егерде бізге өтірік айтатын болсаң, бізден таяқ жейсің. Ал мен бүгін спортпен айналыстым. Ладно, көрейік, не бар екен ол дуалдың артында. Ол жақта бабайлар болса ше? Айсұлтан, Бабаев не существует, а существует только зомби и привидения. Болыпты онда. Сендер бағана видеоны көрдіңдер ғой, Иә? Сол сияқты кіріп көрейік та. Қане Дима, көрсек? Мен ма? Давай, ботаник, чертсың ба не? Жоқ, черт емеспін. Была, не была, ехала! Дима, қоя салшы, саған Рина қарамайды. Тоқтаңдар. Ол бана кіретін кезде, оның қолынан мен бірдеңе көрем. Сол арқылы кіреді ау. Ой, қойшы өтірікті айтпай. Рина, егер мен саған ол адам тауып келсем, сен менен свиданияға барасың ба? Давай, егер рас болса. Жарайды.
Міне алып келдім. Кеттік. Бажыңдар, ана Саска деген ақылды ма бірдеңке ғой, ә? Айтпа. Сендер кімсіңдер? Бұлар өзі жетсімік? Мыналар не деп жатыр? Рыт ашып бере жатыр аланым. Мыналар не деп жатыр? Дым түсінбедім. Білмедім. Кеттік бұлай. Жүріңдер, кеттік. Мыналар кімдер? Аналар қайда кетті? Тоқтаңдар! Олар қайда кетті? Біз қақтамыз? Мен түсіндім. Олар біздің әлемге кетті, біз олардың әлеміне түсіп кеттік. Бірақ қалай? Ол зат тек қана менде ғана бар еді ғой. Себебі ол порталды мен аштым. Сендер өз әлемдеріңе қайтуға қажетсіңдер. Бұл әлем сендердікі емес. Сен кімсің? Біз ол үшін не істеу қажетпіз? Мен осы әлеммен қарама-қарсы әлемнің адамдардың ережелерді бұзбай жүру үшін қадағалап жүретін адаммын. Да не гони, брат. Біздің әлемнің көшірмесі жоқ. Сенбесеңіздер қараңыздар. Бұл әлемде адамдар сіздердің сөйлеп жүрген сөздеріңізді керісінше сөйлейді. Ал сіздердің сөздеріңіз оларға қарама-қарсы болып естіледі. Сіздердің әлемдеріңізде жақсылық жасауға үйретеді. Ал қарама-қарсы әлемде жамандық жасауға үйретеді. Бірақ бұл әлемде жаманшылық жасау жақсы іс болып саналады. Ал сіздердің әлемдеріңізде болса жаман іс болып саналады. Бұл жай ғана сөз. Тағы қалай дәлелдей аласың? Мысалы, ана қызға қараңыздар. Молодец! Болашағы бар бала. Вот настоящий ұры. Неге ол қыз ол адамды мақтап отыр? Қызық, иә? Ал сен сонда не істейсің? Бағанағыда айтып кеткендей, мен сендерге қарап жүретін адаммын. Бірақ мен жалғыз емеспін. Менің көшірмелерім өте көп. Солардың бірі менмін. Сендер мені көрмеу қажет едіңдер. Бірақ осы әлемнің ісін істеген маған анау Дима болатын. Кешірім сұраймын. Сонда жаңағы адамдар біздің әлемге кетті ма? Дәл өзі. Олар керісінше өздерінің жаман әлемдерінде жақсы істерге қызыға бастады. Ал сендер осы әлемнің жаман істеріне қызыға бастадыңдар. Мен оларды жақсы әлемге жібердім. Ал сендерді керісінше осы әлемге әкелдім. Сендер өздерің осы өмірді қалап жүрмедіңдер ма? Иә, жаман болатындай не болады екен бұл әлемде? Егер қалғанын жақсайтын болсақ, рахат емес пе? Сендерде таңдау бар. Осы әлемде мәңгілікке қалу, немесе өздерің әлемдеріңе оралу. Сендерде ойлануға 1 сағат бар. Бұл әлеммен танысайық, ал ендеше кеттік. Рина, болсымыз дұрыс емес қой деймін. Ой. Давай, Рина, осы емес пе біздің қалағанымыз? Жаңағы балалар өз әлемін тапты деп ойлаймын. Себебі олар сол әлемде қалғысы келеді. Сендер не істейді екенсіңдер? Қандай айтсам? Мұғалім, сонда керемет. Барлығы жақсы болу итермелейді. Иә. Біздікіне емес. Сонда бұл жерде біреу тұрсаң ол жаман болып есептеле ма? Жақсы болдың орнына? Иә. Сонда бұл жақта спортпен аласың. Жақсы ба? Иә. Ешкімнен тығылып кітап оқымаймын ғой, иә? Иә. Бұл жерде бәрі өзгеше. Бұл жерде білімді адамдарды бағайды, ал ең басты сендерді ата-аналарың жақсы жаққа итермелейді. Мына әлемдегі адамдардың армандары жоқ шығар. Иә. Бірақ біздің папамыз, достарымыз қарама-қарсы әлемде қалып кетті ғой. Оларды алып келе алмаймыз ба? Өкінішке орай жоқ. Сіздерде ойлануға 1 сағат уақыттарыңыз бар. Осы әлемде қалу немесе қарама-қарсы әлемге қайта оралу. Ой, Тимур, сол папамыз не істейміз? Ол всегда өзінің қалағанын ғана жасатады ғой. Еще біз осы әлемді сонша армандадық. Иә, мен өзім қалаған жерімде қалғым келеді. Менің де кеткім келмейді. Ал жаңағы балалар болса өз әлемін тапты деп ойлаймын. Себебі олар өз әлемдерінде қалғысы келеді. Ал сіздер не істейді екенсіздер? Мен жақсы көретін келеш киім тұр ғой. Кешіріңіз, аға, мыналар қаншадан болады?
Сендер маған айтып тұрсыңдар ма? Енді сатып алу керек қой. Еще сатып алмақшылама заттарды. Ешкім естімесін де, сендер бастарың жасай ма? Әке-шелерің не тәрбие берген сендерге? Ағай, біз сені сатып алайын дегенбіз ғой. Еще сатып алмақшысыңдар ғой менен, ұрламайсыңдар сонда, я? Қазір полицияға сатып алайын деватсыңдар сонда менен, қазір тоқта қазір нөмір қандай да? Жүреді, ағай. Сәл қалды сатып алуға. Вот өсетін малдар. Мә, мына жақ тема ғой. Мыналардың бәрін магазиннен ұрлап шықтық. Айтпа. Мына жақта, оказывается, ұрлау жақсы екен. Норик, жодан бека. Бір жақсылық жасау керек еді. Адамдарға да көмектеспегенімізге көп болды. Дұрыс айтасың. Ана баланы көрдің ба? Біздің көмегіміз керек сияқты. Иә, барып, ұрып кетейік. Да, кеттік. Жарайсыздар, жігіттер. Балам саған қашан қайтар? Мен ұрысқан кезде маған сөз қайтаруын керек. Жаба аузыңды. Енді мен сіздің айтқаныңызды істемеуге, сөз қайтаруға тырысамын. Жарайсың балам, жақсы істерге қызықпа, жаман адам бол. Қалай? Анау жатыр ма осы әлем? Сіздер осындай әлемді қалап жүретіңіздер ғой? Мұның барлығы дұрыс емес. Мен мамамның айтқан енді түсіне бастадым. Мұхтина, бізге оралу қажет. Қойшы Ринат, мен қайтқым келмейді. Арман, бізге оралу қажет, түсінесіңдер ма? Ринатке мен қорқып жатырмын. Уайымдама. Біз қайтсек те бұл жерден ораламыз. Түсініңдер ме? Естеріңіз жинасаңдар, бұл дұрыс емес. Біз қайтуымыз қажет. Сіздерде 15 секунд қалды. Есте сақтаңыздар. Егер де сіздер өздеріңіздің әлемдеріңізге оралатын болсаңыздар, бәрін ұмытуға жетсіздер. Ал егер де айтатын болсаңыздар, мен бәрін естеріңізден жойып жүретін боламын. Жарайды. Бізге қайту керек, қалай түсінбейсіңдер сендер? Бізге қайту керек, ата-анасы баласы сыйламайды. Көрдіңдер ме, бір-бірін өлтіріп жатыр. Бізге қайту керек. Мына әлем сонда керемет. Я, ол шықты кез келген нәрсені жасай аласың ғой. Не болды, Тимур? Не болды дейсіңдер ма? Сендер қалай түсінбейсіңдер? Бұл біздің миссия емес, ей! Индира, түсінші мені! Жібеш мені! Бер оны, біз ораламыз! Барлықтарын келіскен жағдайда ғана орала аласыңдар. Тимур, нормально ғой? Не болды сонша? Сендер қалайша түсінбейсіңдер? Біз оралымыз керек! Индира, Жанна, Даниял! Тимур, неге бізді түсінбейсің? Ей, бұл біздің әлем емес қой! Қалайша түсінбейсің, бізге осы әлем ұнайды ғой. Ей! Кетіңдер сой! Достар, түсінем. Сендерге де маған да ұнайды бұл әлем. Бірақ біз бұл жерде бөтеміз. Әй қыз, тұр. Сендер кеше қайда болдыңдар өзі? Отайым. Не болған саған өзі? Мама, біз сізден тыңдамай жүргеніміз үшін кешірім сұраймыз. Не болған сендерге? Мама, сізге өтірік, біз кешіріміз қарама-қарсы әлемге. Қандай қарама-қарсы? Мама, ештеңке. Мама, өтініш, бізді кешіріңізші, біз енді жақсы балалар боламыз. Бірақ, өтініш, бізді жұрттың балаларымен салыстыра бермеңізші. Иә, олар жаман адамдар, ұрлықшылар, сөз қайрататындар, ал біз ондай болғымыз келмейді. Айналайындар, естеріңе сақтап алыңдар. Жұрттың балалары, сендер қанша жерден мықты болсаңдар да, сендерден 2 есе мықты болады. Қанша жерден тырыссаңдар да, сендерден 2-3 есе мықты болады.
Сондықтан былай айтқанда ол ерекше идеальный адам. Ну, бір сөзбен айтқанда красавчик. Мам, өмірде ондай адам жоқ қой. Әрине жоқ. Онда неге бізді жоқ адаммен салыстыра бересіз? Балалар, сендер осы уақытқа дейін еш нәрсе түсінбей келіпсіңдер ғой. Қазақты мақтауға болмайды. Қазаққа сенен де мықты адам бар деп айтсаң, ол дамиды, өседі, әрекет жасайды. Ал егер де қазаққа олай айтпасаң, ол жалқау болып келеді. Сол себеппен де мен сендерді жұрттың балаларымен теңестіремін, теңеймін де. Бекер айтпайды ғой, мақтаған қыз тойда осырады деп. Сол себеппен біз ерекше қазақ ұлты болып келеміз. Мам, біз енді түсіндік. Иә, достар. Ал қарама қарсы әлемде жағдай қалай десеңіздер, ол жерде барлығы жақсы. Ой, ол әлемде жақсы деп айтуға болмайды екен ғой. Балалар бір дүниені түсінді. Олар әкесінің немесе басқа адамның кінәсі емес екендігін білді. Ол әлемнің мақсаты жаман істер жасау қажет екенін балалар да түсінді. Ал сіздердің тұрып жатқан әлемдеріңіз тек жақсылық жасауға арналған әлем екен. Сол үшін, балалар, тек жақсылық жасауға тырысыңыздар. Ата-аналарыңызды тыңдаңыздар, ұрламаңыздар, жаман заттармен сусындарды қолданбаңыздар. Спортпен айналсыңыздар. Себебі сіздер тұрып жатқан әлем ол тамаша әлем. Жақсылық жасау ол сіздердің ең басты мақсаттарыңыз.